Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздерге бүгін мен сиреноголовый туралы айтатын боламын. Сиреноголовый дегеніміз не? Немесе кім? Ол шын мәнінде гуманоидты құбыжық деп айтуымызға болады. Сиреноголовый туралы енді біз толық аңыз айтып кетейік, достар. Сиреноголовый. Ол туралы алғаш ақпараттардың бірі 1920 ғасырларда шыға бастады. Орманның арасында түсірген фотода сиреноголовый көрінген болатын. Одан кейінгі деректер 1996 жылы бір қыздың анасы шақырып жатыр деп, яғни сиреноголовый болып, ол жоғалып кеткені анықталған болатын. Негізінде барлығы оны бірден сиреноголовый екенін білмеді. Оның қандай екенін білмеді, бірақ құбыжық екенін білді. Солай оқиғаның бәрі басталды. Осы кезден бастап адамдардың көпшілігі сиреноголовыйға алғаш сенген болатын. Одан кейін ормандағы тағы да ерекше оқиғалар, адамдардың өлімі, жоғалып кетуі, жас балдардың барлығының сандарының жоғалып, тек қана бір баланың тірі қалып, солардың барлығы ақпаратты айтуы сиреноголовыйды растады. Я білем, көпшілігі бұдан қорқатын шығар. Шынында да, бұл өте қорқынышты құбыжықтың бірі десек те болады. Неге қорқынышты? Себебі бұл құбыжық адамды көрсе оның артынан барып, оны өлтіргенше бәрін жасауға тырысады. Бұл құбыжық біртүрлі дауыстар шығарады. Сіздер видеодан көріп жүргенде бұл өлең шығармайды, яғни қатты дыбыстар шығармайды. Бұл жақын адамдардың дауысын шығарып сіздерді алдайды. Көпшілігі адамдар соларды өз ата-анасымен теңеп соларға барған кезде, ол ата-аналар емес, сиреноголовый болып шығады. Енді бүгінгі видеода осындай маңызды ақпараттардың бірін айттым. Сиреноголовый туралы әлі ақпараттар өте көп. Егер де осы видеоға 10 лайк жиналатын болса, мен әрі қарай отандық қызықты ақпарат осы видеоға ұқсас шығаратын боламын.